Assalamualaikum, qadrmenді мұсылман бауырлар. Мінекей елімізге тағы да бір контейнер шыққалы тұр. Бүгіндікке Hyundai Sonata, RAV4, RAV4, сосын Starex машинасы. Starex машинасы болғанда да ол ең үлкен лимузин. Қазақстаннан бізге тапсырыс берді. Мінекей осы үш көліктеріміз елімізге аман жетсін. Ал енді сол көліктерден қалай жүктеп жатқанын бәріміз бірге тамашалайық. Айтпақшы, сіздер тіркелмеген болсаңыздар, біздің арнаға тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыздар, бірінші бұл видеоны көретін боласыздар. Комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Қарақ қазақша YouTube каналды қолдай ағайындарымыз. Ассалаумалейкум, қадірменді қазақ елі. Мен біздің Кореядағы Нұрлан бауырымыз арқылы Kia K7 2016 жылғы заводской бензин машинесін заказ беріп алдырдым. Машиненің жалпы жағдайына өте риза болдым. Комплектациясы өте керемет, пробегі да аз. Ол жігіттерге сеніп, қорықпай заказ берулеріңізге болады. Машиненің жағдайы, ішкі салонның жағдайы да өте жақсы. Кожасы отырып кетпеген, жыртығы жоқ. Ол балаларға мыңда бір алғыс. Сіздердің де осындай бір жақсы көлік мінулеріңізге тілектеспін. Елімізге Hyundai Sonata заводской газ объемы 2 жүктеліп жатыр. Серебро күміс тәрізді түсі. Дискісі 18 размер. Елімізге аман есен жетсін. Мінекей ағайын, алдымызда Grandeur 2018 3 литр газ, Starex 2.5 дизель. Енді осыны жүктейміз, Алла қаласа. Сосын RAV4 японский сборка 2.5 бензин, автомат, вариатор емес. Енді бұл машинаны жүктегені алдымызда номерін шешіміз керекпіз. Қазірге тірек номерін шешейік. Айналдыра бір түсіріп кетейін. Мінекей керемет көліктерді. Limited комплектация. Ал енді мынау белый жемшук бізге жүктегелі тұрған көлік. Енді бұл машинаның салоны көп адам біледі. Енді салоны кейбір адам ұнайды, кейбір адам ұнамайды. Бірақ маңыздысы ол нәрсе емес. Маңыздысы японский сборка, мотордың мықтылығы солда болып келеді. Енді корейский машина мен японский машина әлдеқайда ол машиналар мықты. Енді кейбір кісілер Toyotаны мойындауы мүмкін, бірақ корейский машинаны әлі жете қойған жоқ деп. Жоқ, бұл российский сборкалар бізде көп келіп жатыр, яғни Hyundai'ден, Kia'ның машиналары. Сол себепті бұны корейский машина көп адамдар білмеу мүмкін. Мінекей Toyota жетпес, японский сборка бізде бұлар өте аз. Ал енді японский сборка көлігін біз Кореядан жіберіп жатырмыз. Енді бұл Кореяға арналған көлік болғандықтан маңызды японский сборка. Сонда осындай көліктерді сіздерге жіберіп жатырмыз. Кілттері бар. Мінекей керемет, жақсы. Сапасы өте керемет, қатты. Қожасын бәрі жақсы. Пробег бар болғаны 35.800 ғана жүрген екен. Мінекей іштерінде өнесі хайпасли сим-карта. Кілттері бар, 2 кілті. Документтері бар осының ішінде. Ал мінекей Starex машинасында қайта-қайта түсіре бергіміз келеді. Себебі осындай көліктерді Корей мемлекеті шығарады екен. Қазір енді Қазақстанға бұндай көліктер өте қажет. Бізде той-томалақ болады, кездесулер, сондай жердің барлықтарына керек бұл көлік. Ал енді Starex'тің арт жағын тек тартсақ қана болды. Grand Starex сияқты ашылатын жасаған екен. Бұны YouTube-тан да қарасаңыздар көресіздер. Барлық комплектацияның барлығы өте керемет, сапасы да жақсы.
Мінекей ағайын. Ақтөре бауырым, жұмыс қалай бауырым? Елімізге қалай? Көліктер кетіп жатыр ма? Кетіп жатыр. Аптасына жоқ дегенде бір контейнер кетіп жатыр. Қазір біздің Қазақстан өте жаз уақытысында, күз уақытысында Тапсырыстар жақсы. Автокөлік алып адамдар. Енді қазақтар біліп жатыр ғой. Корейский көліктің мықты екені және баға жағынан Қазақстаннан 1 миллион 2 миллион теңге арзан шығатыны. Тиімді ғой, тиімді болғаннан кейін енді әркім өзінің бюджетіне қарап заказ береді. Уақытысында контейнер біз бүгін салдық. Бүгінгі уақыттан санаған кезде 21 күн, 25 күнде контейнер Алматыға барады. Алматыға барып, жарыстары қамтамасыз жасайсыздар. Өнерлеріңізді салып, игілікке мінесіздер автокөліктер. Өте керемет, бәрі қуанышты болып жатыр. Жұмыс сіздер үшін жасап жатырмыз. Сол. Ана мінекей. Ал мінекей енді көліктерді қалай жүктеп жатқанын көре кетейік. Жоғары жақтан да, аст жақтан да тартып жасап қойған. Бұл көлігінде жылжымас үшін. Енді бұл көлікті босататын кезде арнайы карамен келіп астықта да жіптерді кесуге болмайды. Бұларды жай-жай ағаштарды осылайдан босату керек. Сол кезде жоғары жақтан салбырап тұрады. Салбырағаннан кейін барып ар жақтан тростарын шешіп аласыздар. Мына жіптерді кесуге болмайды. Мінекей көлікті жан-жақтан жіппен тартып қатылап қойды. Өте қатты тартылып тұр. Бұны кесуге болмайды. Жай-жай ағытқан кезде қатты айналып кетуі мүмкін. Сол себепті қолдарыңызды, беттеріңізді абайлаңыздар. Ал енді жай-жай бірте-бірте түсірген кезде, егер кесетін болса, мынау зат, яғни көлік жоғары қарай тартылып тұр ғой. Жоғары қарай бір жабысып қалуы мүмкін. Енді бір жоғары ұрылып барып төмен түсуі мүмкін. Сол себепті жай-жай жіптерді ағаштарын ағытып, көліктің өзі салбырағаннан кейін барып қарамен көтеріп тұрып, жоғары жақтарын төмен түсіріп аласыздар. Мына жақтан да көліктерді жүктеп жатыр. іштеріне матрастар салып. Мінекей алдымызда Toyota RAV4 көлігі кіріп келе жатыр. Мінекей. Енді біз бұл көліктерді жүктеген кезде қайсысы бірінші, қайсысы екіншісін бағыттарын бұлардың өздері шешеді. Өйткені жүктеуді жақта бұлардың мойнында. Машиналар жүктеп болды. Екіншісінде ас жақтарын бәрін тартып қойды. Төмен жақтарын арнайы ағашта орын жылжып кетпеу үшін шегелермен жерге қарай атып қатылап қойды. Қаланда мінекей Старекс машинасының моторын қараңыздар. Жап жаңа, тап-таза. Керемет. Бұл көліктің сразу бірденен кеше барып мотордың майын және коробканың майын ауыстырып қойдық. Енді бұл көлік жүктегелі тұр. Мінекей көлік, мінекей көлік жүктегелі тұр. Мінекей енді бұған енді арнайы бастықтың өзі не істеп жатыр? Салафан жапсырғанымыз дұрыс дейді. Біз алдында неге бұндай салафан жапсырмадық? Себебі жазды күні ыстық қой. Мына салафандар жабысып, мына жақтары білінбейді, тек мына жақтарына красканы алып жіберу мүмкін. Сол себепті осындай салафанда жабыстырған еді. 괜찮아. 가자! 붙여! 한 번 더 해! 됐어! 이렇게. мінекей жүктегелі тұрық. Ал үшінші машинамыз.
Bu endi kichkina boshqa mashinadan qaraganda jalpoqdab ekan. Bokovoy terezalarini javob. Qaytadan to'ra o'rtasidan kirgizib жатыр. Екі жақтан да бірдей болу керек екен. Токпоро деп тіке кіргізіп жатыр. Самый безопасный. Алды жаққа да көлікке де түймеу керек, және арт жағынан да қарау керек. Екі жақтан да безопасный жағынан. Неге контейнерім жүктеу келіп тұр, қазір сырт жаққа барып, контейнерін жапқанын барлығын сол жақтан көретін боламыз. Неге қазір контейнердің несін жауып жатыр. Кодтарды, суреттерді түсіріп жатырмыз. Неге екі жақтан да түсіріп алды. Ал енді контейнердің есігін жауып, сыртына пломба қойып, жолға артып жібереміз. Мінекей пломбасын берді. Жүктеп саламыз. Мінекей пломбасын қойды. Суретке түсіріп бізге жібереді. Барлық суреттерді.